Ерте қартайғыңыз келмесе, сарымсақ қосылған су ішіңіз. Тек су ішіп қана қоймай, міндетті түрде мына 3 затты қосыңыз. Әлем ғалымдарының зерттеуіне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретіндер әрі денсаулығы мықты болатындар жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Жапония халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп біз де таңертең су ішеміз. Бірақ бұны бұлжытпай орындайтындар өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорытуды және басқа ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Бірақ жапондықтар тек су ішіп қана қоймайды, міндетті түрде мына 3 затты қосады екен. Оның біріншісі лимон қосылған су. С дәрумені мен калий элементінің қайнар көзі болып табылатын лимон мыңдаған дертке дауа. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтып, жүйке жүйесін тыныштандырып, қан қысымын реттейді. Ағзаның қышқылдығын қалпына келтіріп, зат алмасуды жақсартады. Асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстап, несепті айдайды. Теріні тазартып, әжімнің алдын алады. Қара тақты кетіреді. Қандағы улы затты шығарады. Екінші қоспа сарымсақ қосылған су. С және В6 дәруменімен марганец, селен, мыс, калий, фосфор элементіне бай сарымсақ көптеген дертке дауа. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды. Жүректің жұмысын жақсартады. Қан тамырларды тазалайды. Қанды сұйылтады. Сонымен қоса беттегі әжімді бөртпені кетіреді. Ал сарымсақ қосылған су суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан суық ағу, қан қысымын реттейді. Сонымен қоса онкологиялық аурулардың алдын алады. Дайындау әдісіне келетін болсақ, 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап, езіп аласыз. Сосын эмаль ыдысқа салыңыз. Оған 4-5 тамшы зәйтүн майы мен 1 стакан су құйып отқа қоясыз. 50 градуста қайнатыңыз. Осыдан соң 2-3 тілік лимонның шырынын қосып, 15-20 минут бетін жауып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды теңдей етіп 2-ге бөліп ішесіз. Кімге ішуге болмайды? Аллергиясы бар адамдарға, асқазанда жара болса, ас қорыту мен жолдары бұзылса, сарымсақ қосылған су ішуге болмайды. Үшіншісі, бал қосылған су. Балдың емдік қасиетін айтпаса да бәріміз білеміз. Ал бал қосылған су ішудің өзіндік ережесі бар. Бұл емдік сусынды тамақтанудан 30 минут бұрын ішесіз. Мейлінше ішетін кезде дайындау керек. Алдын ала дайындап қойып тоңазытқа сақтауға болмайды. Ондай жағдайда құнарын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға немесе түнде ұйқыға жатар алдында ішуге болады. Өйткені бал ұйқы шақыратын қасиетке ие. 30 грамм балды 1 стақан жылы 36-37 градус суға араластырып ем ретінде ішесіз. Сонда қан қысымын реттеп, жүйке жүйесін тыныштандырады, ағзаны қуаттандырып, токсиннен және бос радикалдан тазалайды. Суыққа қарсы күреседі, бас ауруын қойдырады. Мәне 1 стақан суды 1001 түрлі дертке дауа болатын керемет қасиетімен таныстық. Ендеше ерінбей ем ретінде қабылдауға асығайық. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.